Сана, рух және тіл адам болмысының ажырамас үшқыры. Сана ой мен білімнің бастауы, рух адамға күш пен жігер беретін негіз, ал тіл сол сананы да, рухты да жеткізетін басты құрал. Бұл үшеуі бірге адамды қалыптастырады, қоғамды дамытады. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Бүгін біз ерекше философиялық тақырыпқа тоқталамыз. Тіл, рух және сана. Біз төртеуміз ойымызды ортаға салып, өзара пікір алмасып, өмірлік мысалдар арқылы талқылап көреміз. Философия сабағында алған біліміміз өмірімізбен байланыстыру қызықты болады деп ойлаймын. Бұл тақырыптар бір-бірімен өте тығыз байланысты. Ендеше бастайық, әуелі тіл жайлы әңгіме қозғайық. Тіл халықтың жаны, рухани байлығы мен бірлігінің кепілі. Ол арқылы біз ойымызды жеткіземіз, дәстүрімізді сақтаймыз, ұрпаққа аманат етеміз. Ал енді тіл жайлы қыздардың пікірін бірге тыңдап көрейік. Тіл тек қарым-қатынас құралы емес. Ол халықтың тарихи мәдениеті, дәстүрі сақталған рухани қазына. Тіл жоғалса, сол халықтың рухы да жоғалады. Дұрыс айтасың. Мысалы, қазақ тілінде мақал-мәтелдер бар. Әр қайсында даналық жатыр. Өнер алды қызыл тіл деп бекер айтпаған. Тағы бір нәрсе, тіл ойды жеткізудің ғана емес, ойдың қалыптасуының да құралы. Біз ойлайтын сөздеріміз өз тілімізде болады. Егер адам өз ана тілін толық білмесе, оның ойлау жүйесі де әлсірейді. Менің ойымша, тіл адам арасындағы көпір. Мысалы, қай халықтың тілін білсең, сол халықтың жанын түсінесің. Ал енді рух туралы айтсақ, рух адамның ішкі күші, сенімі, намысы. Ол адамды алға жетелейді. Мысалы, қиындықта рухы мықты адам берілмейді. Тарихта қазақ халқы небір қиын жағдайларға душар болған. Олардың рухының беріктігінің арқасында аман қалды. Рух тек жеке адамның ғана емес, тұтас ұлттың тірегі. Біз ұлттық рухымызды сақтасақ, болашағымызда мықты болады. Мен қосар едім, рухсыз адам бос дене сияқты. Ол мақсатсыз, әлсіз болады. Сондықтан рухты тәрбиелеу ең маңыздысы деп ойлаймын. Ал енді сана тақырыбына көшейік. Сана адамның өзін және әлемді тану қабілеті. Ол бізді жан-жануардан айырып тұратын басты қасиет. Қыздар, сіздер қалай ойлайсыздар? Сана адам өмірінде қандай рөл атқарады? Сана адамның ойлау, түсіну, қабылдау қабілеті. Басқаша айтқанда, сана біздің басқаша тіршілік иелерін ерекшелейтін қасиет. Сана арқылы біз өткенді саралаймыз, болашақты болжаймыз. Егер сана болмаса, біз тек инстинктпен ғана өмір сүрер едік. Сана туралы Әмина мен Гүлдерайдың ойын білдік. Енді Дилназ бен Перизаттың ойы қандай болар екен? Олар бұл оймен келісер ме екен? Философтар сананы қоғаммен байланыстырады. Адам жалғыз емес, оның санасы әрқашан әлеуметтік ортада қалыптасады. Дұрыс, ал тіл сол сананың дамуына жағдай жасайды. Рух оны бекітеді. Үшеуі де бір-бірінен ажырамайтын ұғымдар. Жақсы, төртеуің де қысқа әрі нақты өз ойларыңмен бөлістіңдер деп ойлаймын. Енді қысқаша қорытынды ой жасасаңдар. Сонымен біз бүгін тілдің, халықтың қазынасы, рухтың тірегі, сананың, адамның ең басты қасиеті екенін талқыладық. Тілсіз рух әлсірейді, ал рухсыз сана әлсіз. Ал санасыз тіл мен рухтың мәні болмайды. Демек, осы үшеуі бірге болғанда ғана адам толыққанды адам болады. Біздің подкастымызды тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сонымен, біз рух, сана және тіл тақырыбын талқыладық. Рух адамның ішкі күші, сана ойлау мен өзін тану қабілеті, ал тіл сол ой мен сезімді жеткізетін құрал. Бұл үшеуі бірімен тығыз байланысты. Рухсыз сана әлсіз, санасыз тіл мағынасыз, ал тілсіз рух пен сана толық ашылмайды. Сондықтан рухты тәрбиелеу, сананы дамыту және тілді сақтау әрбіріміздің басты міндетіміз. Бұл қасиеттер адамның ғана емес, тұтас ұлттың болашағын айқындайды. Осымен подкастымыз өз мәресіне жетті. Қош, сау болыңыздар.